Қайырлы күн біздің каналымыздың көрермендері. Бүгін сіздермен остеопат маманның жасайтын жұмыстарының бірі, соның ішінде адамның басы туралы айтатын боламыз. Адамның басы, өздеріңіз білесіздер, біздің басымыздың маңыздылығы өте жоғары. Адамның барлық мүшелерінің жұмыс жасауы осы басқа байланысты. Жалпы адамның, біздің басымыз түрлі сүйектерден тұрады. Адамның анатомиясында адамның басы 23 сүйектен тұрады екен. Барлық адамның басы. Енді сол бастың сүйектері бір-біріне жалғанған. Біз малдың басын пайдаланған кезде, малдың басын көріп жүргендер біледі. Басты мүжген кезде, қарасаңыздар, баста неше түрлі шофтар дейміз, жалғаулар болады. Міне сол сияқты біздің де бастарымызда, адамның басында да жалғаулар болады, шофтар болады. Солармен жұмыс жасау керек болады. Міне остеопат маманы осы жалғауларымен, шофтармен жұмыс жасайды. Бұл бастың мына маңдай басы дейміз қазақша, лобная кость дейді. Одан кейін үстіңгі сүйек теменная дейді. Екі бөліктен тұрады, ол да былай бір-біріне жалғанған. Осының араларында жалғанған шофтар бар. Коронарный шоф деп айтады. Біздің лобный мен маңдай мен теменойды жалғап тұрған шофтар. Коронарный шоф дейді. Кейде венечный шоф деп те айтып жатады. Одан кейін біздің мына қазақша желке сүйегіміз бар ғой. Сол желке сүйегімізде де бізде шофтар бар. Оны лямбдовидный шоф деп айтады, орысша. Яғни жаңағы теменой үстіңгі екі сүйек, соның әр жағында біздің жаңағы желке сүйегіміз. Сол жерде бізде лямбдовидный шоф деген жалғау бар. Енді осы шофтармен остеопат маманы жұмыс жасайды. Біздің сол сүйектеріміздің, шофтарымыздың арасында түрлі тамырлар бар да. Венозные синусы дейді. Біздің басымыздан қандардың, былай айтқанда, таралуына түрлі тор қабығы бар. Соның ішімен түрлі тамырлар бар, солармен қан жүреді. Және де адамның миының ішінде ликвор деген сұйықтық бөлінеді. Адамның миының басынымыздың ішінде барлығымызда желудоктер деген бар. Яғни 4 желудок болады адамның басының ішінде. Солар сұйықтық бөледі. Ликвор деген сұйықтық. Сол ликвор деген сұйықтық бөлініп, миымыздың, басымыздың ішінде айналып, кейін желкемізбен жұлын арқылы, біздің позвоночник дейміз ғой, сол арқылы бүкіл денемізге ол тарайды. Бұның тарағаны остеопатияда жалпы краниосакральный ритм деген бар да. Краниосакральный ритм дегеніміз сол сұйықтықтың, ликвордың бөлінуі. Ол былай айтқан кезде ми сұйықтық бөлінгеннен кейін желудоктарда ми үлкейеді, сұйықтық бөлінеді. Шестерналар сияқты әрбір шофтар жайлап ашылады. Ол доли кішкентай бір миллиметр қозғалыстар болады адамның басында. Бұны тәжірибесі мықты, соны сезетін остеопат маманы оны сезіп, сол біздің әрбір сүйектеріміздің өзінің қозғалысы бар. Теменной үстіңгі сүйектер былай ашылады, чайник сияқты. Затылочная кость дейміз ғой, желкедегі сүйек. Лобный дейтін маңдай сүйек, гүл сияқты былай ашылады ол да. Сұйықтық бөлінген кезде. Сол сұйықтық бөлініп, мына жанымыздағы височный сүйектер бар. Соларда бәрі ашылады гүл сияқты. Сұйықтық сол денеміз арқылы, басымыздан бөлінген сұйықтық жұлын арқылы, омыртқамыз арқылы денемізге тарайды. Әрбір дененің мүшесіне сол сұйықтық кетеді. Оның өзінің ритмі бар да. Міне осы ритмді краниосакральный ритм деп айтады. Остеопатияда естіген болсаңыздар, краниальная терапия дейді, сол ритммен жұмыс жасау. Әр адамның түрлі жағдайға байланысты
жаңа айтып отырмыз ғой, әрбір мүше, әрбір сүйек өзінің қозғалысында болады, өзінің ритмінде болады. Сол ритмдер біздің остеопаттың маманының жұмыс жасайтын ритмнің бірі осы краниосакральный ритм. Бұл минутына 8-ден 12 ритмге дейін жұмыс жасайды. Сұйықтық бөлінген сайын үлкейіп, қайтадан кішірейіп, қайтадан үлкейіп. Бұл процесс біздің бүкіл денемізде болады. Енді жаңа айтып отқандай, адам түрлі травма алғаннан, салқыннан, түрлі себебі оның өте көп. Түрлі себептерге байланысты адамның ағзалары, мүшелері ритмі дұрыс жұмыс жасамайтын деңгейге жетеді. Оның салдары түрлі ауруларға алып келеді. Міне сол ритмді қалпына келтіру. Кейде ритм, мысалы адам бас сүйегінің ритмі екі түрлі болуы мүмкін. Мысалы теменной, височный деп айтып отырмыз, сүйектеріміз бар. Соны ұстаған кезде біреуі дұрыс ритммен, остеопат маманына білінеді. Ұстаған кезде ритмі дұрыс ритммен жұмыс жасауы мүмкін, біреуі жай болуы мүмкін, біреуі тез болуы мүмкін деген сияқты. Сол ритмді қалпына келтіріп, ритмді тыңдау арқылы. Және де кейде адамның мүшелері ритммен қозғалмауы мүмкін, түрлі блокировка болуы мүмкін. Соларды ашу арқылы адамға түрлі жеңілдіктер болады. Адамның түрлі, былай айтқан кезде қазақша, түрлі дерттеріне шипа болады. Енді біз қысқаша айтып жатырмыз. Алдыңғы келесі видеоларымызда да кеңірек тоқталармыз краниосакральный ритмдерге байланысты. Енді бұл жерде біздің айтайын дегеніміз, остеопат маманы осы ритмнің басталуы барлығы біздің басымыздан шығады. Әрбір сол 23 сүйек өз алдына жеке-жеке қозғалу керек адам. Жеке-жеке олардың барлығына жаңағы өзінің тамырлары арқылы қаны келіп, өзінің қызметін, өзінің жаңағы өзіне атқаратын міндетін оның бары адамның сүйектері атқару керек. Кейде блокировка болып, сол біздің сүйегіміз болсын, денеміздегі ағзаларымыз болсын, өзінің жұмысын дұрыс атқармайды. Питанияның келмеуінен, қанның келмеуінен, қозғалыстың болмауынан түрлі себептер. Міне сол кезде адамда неше түрлі аурулар пайда болады. Енді қысқаша айтқанда, остеопат маманы сол бастың барлық сүйектерімен ұстап отырып жұмыс жасайды. Кейбір біздің адамның сүйектеріне біздің достық жоқ. Мысалы, мына мұрнымыздың ішінде решеточный деген не бар, сүйек бар, әр жағында. Оларды сырттан ұстау арқылы біздер оларға әсер етеміз. Бұл айтқанда, олардың ритмінің дұрысталуына себеп боламыз. Және де жаңа айтып өттік, одан бөлек біздің басымыздағы жалғаған шофтар бар. Олар да дұрыс демалмай, сұйықтық бөлінген кезде қозғалып тұру керек қой, барлығы ашылып, жабылып, шестеренкілер сияқты. Бәрі өзі жұмыс істеп тұру керек. Солар кейде түрлі жағдайға байланысты дұрыс жұмыс жасамайды. Соның салдарынан адамда түрлі аурулар пайда болады. Остеопат маманы баспен жұмыс жасау арқылы осылардың барлығына әсер ете алады. Біздің шофтарымызбен жұмыс жасап, біздің сол миымыздан, басымыздан бөлінетін ритм, сонымен жұмыс жасап. Енді сол басқа қатысты қысқаша ғана айтып жатырмыз. Алдағы уақытта біз бұлардың барлығына жеке-жеке тоқталатын боламыз.